Барлықтарыңызға сәлем достар, сізбен бірге мен Сымбат, менің арамға қош келдіңіздер. Бүгінгі түсіретін видеом обложкасынан және де тақырыбынан көріп тұрғандарыңыздай, бүгін біз шоуға аттанатын боламыз. Сонымен қатар, алдыңғы видеоны көріп кеткендеріңіздей, мен осы шоуға дайындалған болатынмын. Сіздермен бірге дайындалған болатынмын. Рюкзагымды уже тығылып тастадым. Және де қазір сағат 11 дейін кетіп қалды уже. Және де бүгін біз ерте жатамыз дегенбіз по идее. Қазір мен ваннада түсіп тұрған себебім қалған бөлмелерде бос емес. Яғни ол жақта шашып жатыр кейбіреулері, және де кейбіреулері бос емес, короче. Оған бүгін біз уже дайындап жатырмыз қазір кішкене де тамақтар алып дегендей. Ертең біз машинамен уже жолға шығатын боламыз. Ертең таң атпай мен дұрыс түсіре алмаймын. Ұйқылы боламын, себебі 5:30-да тұратын боламын. 5:30-да вообще мен почти тұрып көрмедім, только ораза кезінде тұрып көрдім. Мен осы кешке қарай түсіп тұрған себебім сол. Біз бүгінгі видеомызды бастамастан бұрын лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Және де біз видеомызды бастайық. Барлықтарыңызға сәлем достар. Кеше мен бұл видеоның басын түсіп қойғам. Және де бүгін жаттым кішкене ұйықташу үшін. Қазір біз уже дайындалып бастаймыз. Менде қазір бетке уход болады. Осында крем жағамын. Себебі бетім құрғақ болып кетеді, сондықтан увлажнять етемін. И потом аспир жағатын боламын. Қазір мен ең бірінші боянып аламын. Боянып алғаннан кейін әрине таңғы асымызды ішіп аламыз отбасымызбен. Потом жолға шығамыз. Кешегі сумкамды жинаған кішкентай косметичкам. Потому что бұл жаққа самое необходимое салған болатынмын. Мына жақта бәрі тұрады. Достар, көріп тұрғаныңыздай мен боянып алдым. Мен өмірі бір заттармен қолданамын. Например, тушь, керлер, стрелка, тень и помада. Краш лебу и блеск. Вот. Бірақ әртүрлі болып шығады макияждар. Короче, солай. И мен мынаны ұмытпаймын, потому что бұл увлажнять етеді. Мен бұны макияждың алдында жағуды ұмытып кетіппін. Макияждан кейін жақтым, көрген шығарсыз адам. В общем, осы. И SPF-ті машинада жағып аламын. Потому что бұның үстінен жақсам, все пықшық өтеді. Короче, менде мына жақта осы екі крем қойдым. И осы заттарды дайындап қойдым. Очки киіп барамын. Осы тарақпен тарамын ғой, и потом сумкама салу керекпін. Потому что ол жақта қолданамын Avonның духи и наушник. Наушникті, кстати, сәретіп алу керек қазір. Вот. Солай. Сағат ровно 6 болды. Және де біз таңғы асымызды ішіп алдық енді. Ой, менің рюкзагым осы ғой енді. Мен аңқыл тек қалды кешеден бері. Осындай носкиімді жуып алдым, потому что машинада кеуіп тұрады. Потому что мына екеуі су болып қалып бағана. Мне осы 3 зат тағам. Мынау керек нәрсе қалды. Ойбай. В общем,
Дайындалып бастаймыз, болып шығамызға. Достар, сізге Бадырхан көрсетіппін ғой, самый главный герой нашего семья. Семей. В общем, біз қазір шығамыз, уже машинада отырмыз. Мама, как всегда, соңғы болады. Батырхан, мына қара, Батырхан бар жатса болады. Аяқ киім шешіп тұрған, аяғым маған. Жүргенде көрсет. Да, жаңбыр тамшылап тұр, және де бізде уже сағат 6:15 болды. Міне әдемі. Не, ойбай, мама. Біз осы столды сұралап отырмыз. Жеме башқа, кетші. Бадырхан осы жаққа отырып алды. Бізде уже жол где-то бір жарты сағаттай кідір болып жатыр. И біз қазір андай бір жол жасап жатыр. Скоро жасайды, біз оғыл. И потом біз осындай әдемі жерге отырып аламыз, басқаша бұл емес, әдемі бір жерге отырып аламыз да, тамақ ішетін боламыз. Батырхан артында отыр. Әдемі андайға түсіріп отырып алған, түсет, бірақ бізге неудобно. Осылай міне артта машина келе жатыр. Бұл Батырхан өзінің рюкзагынан бір бәле іздеп жатыр, очкида. Біз машинамен тоқтадық осындай жерге. Және де қараңыздар, сіздерге қызық көрсетейін. Мына қараңыздар, заброшкалар осындай, короче. Ан жақта еще Айбек, Мадина деген аттармен. Қай? Анша туалет бар екен еще. Ан жақта ан етір ғой? Ан жақта. Батырхан қараңдар. Біз осылай шыға салдық екен. И міне қараңыздар мына кіші. Заброшка ойнау, достар қараңыздар. Ан жақтарда тоже көп бар. Біз ойлағанбыз отыратын жер ма деп. Жабық екен. Қайсы? Ойбай. Алқаштарыма бір бәлелер сияқты кайотта. Сынаңдарыңыздар, біз суға бара жатыр едік. Осындай заброшенный кафе ма сонда түсірдік. Терезесі ашық екен. Іші қорқынышты, ішіне кіріп көрейік. Есік ашық екен. Адам жоқ па? Қан жақта ара жақтағы не? Ара жақтағы көрейік бірінші. Ойбай, не жатыр ғана. Ойбай, тұрып кеттің ба? Сынаңдарыңыздар, Толстой. Ана жақта тапчан бір бәле болған, я? Нашта есігі анау. Көрейік жан да. Тұрып кеттің ба? Осылай бармай қалса деп. Курик наш есік аш. Тау, есік жағы қасайын осында. Дай. Ашта выход екен. Ойбай, наша пиш, мама қараңыздан, пиші. Мынан қараңыздар. Мына бір бәле болған. Белгісі бар екен. Пиш чай. Мына достан достар алқаш.
Сабақ шегінді. Наңғараңыздар. Бұл өте керемет байдың үйі. Наңғараңыздар есігін. Сок. Мәне сок. Сок алып берейін ба деген ма? Монстайды. В общем, мына заброшкаларды көріп келдік, өте қорқынышты екен, мен бірінші рет көріп жатырмын. Ана жақта хоть нормальный не бар екен. Кафе ма магазин ба сондай. Біз қазір, короче, уже етеміз. Уже барамыз, короче, жол татамыз. Міне. В общем, солай. Заброшка өте хорошо. Наконец-то 3 сағат жүріп, бір орын таптық. Короче, міне. Бұл орын осы ағаштың түбінде. Мына жақта отырамыз. Связь жоқ, вообще ноль ғой. Мына айдалға тоқтадық, короче. Потому что андай отыратын жерлерге отырғымыз келмеді. Сондай пикник жасап, короче, мен жастық алдым. Осы жаққа как плитті төсеп отыратын боламыз. Мен сумкадан, өзім сумкамнан, короче, эсплэшімнен шығарылым, қыртау алам бетіне. Очки, вот жастықтар. Это у нас манты, жұмыртқа и вот эти. Вот осы газет төсеп батырхан. Вот, в общем. Әдемі айтса бұнекі? Әдемі персик. Точно. Ашып ма? Жоқ, бұнекі шағын қашып кетті. Мынау кешегіден қалған пицца и наггетс. Әдемі шығарған. Вот осылай шай тамағымызды ішіп алдық. Где-то бір жарты сағаттай отырдық. Осындай күшті атмосферада отбасымызбен бірге таза ауада, ешкім жоқ, межадедетін дегендей, короче. И осылай, короче, өз обедімізді ішіп алған болатынбыз. Достар, мен обратно нормально болып боянып алдым, потому что мана уже барлық макияжым іліп кеткен. Біз тамағымызды жеп болып, енді жолға аттанамыз. Енді біз до конца шуға дейін жүретін боламыз. Шуға дейін сіздерге көрсетемін. Біз уже шуға келдік, но бірақ кәті сонарымыз әлі жол жүреміз. Телевизор ашып қойдық. Біз келдік достар. Міне Әділжан. Әділжан. Армания. Достар, және де біз келдік. Мен Әділжанды көрдім, өте қуандым. Және де енді мен қолын жуып жатырмын. Ерін жумайын, потому что бетін жумайын, макияжым кетіп қалады. Біз еще бүгін паркке барамыз. Это просто что-то с чем-то. Что бүгін паркке барамыз. И сол парктен көрсетемін. Мынандай иттері бар, айбай, кетіші бар. Суға қайта сүй беретін. И мен қазір Жансаян деген қызды ойнатып жатырмын. Олар да егіз. Мен инстаграмын көрген болатынсыздар. Ол да қызды мен осы көрсетіп жатырмын. Мынау неге кетпей жатыр? Жол. Мына қара. Мынау мен, мынау сен. Короче, мынандай мүсіндер бар. И потом ойбай. Пока что паркте барлығы жабық. Біз қазір өзіміздікін ашуға бара жатырмыз. Сіздерге обязательно көрсетемін. Вот и у нас мороженый. Автоматы на мороженый. Сіздерге барлығын көрсетемін. Батырхан маған қара. Қара маған. Привет, десе? Мен жаққа отырса жел болады. Не, аяла. Мынау Батырхан. Осымен менің видеом аяқталды, достар. Паркте онша көп видео түсірген жоқпын. Үлгермедім, клиент қабылдадым дегендей. Клиенттер кетті, мен көмектестім дегендей, короче. Вот, осымен видеом аяқталды. Инстаграм подписаться етіңіздер, описаниеде болады. Барлықтарыңызға сау болыңыздар.